Barşaға сәлем достар, сіздермен спорт жаңалықтары. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Қазақстанда тұңғыш рет Жанқош Тураров Дазынның бокс кешенінде титулға айқасады. Қазақстандық былғары қолғап шебері Жанқош Тураров титулды айқасын Алматыда өткізеді деп хабарлайды. Спортшының мәлімдеуінше, Дазин стримдік компаниясы қазақ жеріндегі бокс кешені әлемнің 200 еліне трансляция жасайды. Дазин және Movida промоутерлік компаниясы тарихымызда тұңғыш рет Қазақстанның тікелей эфирін жүргізеді. Ол әлемнің 200 еліне тікелей хабар таратады. Бұған менің IBO International белбеу үшін әлемнің топ 65-тен шыққан испаниялық Энрике Луиске қарсы титулдық жекпе-жегім себеп болмақ. Бұл кездесу әлем чемпионы IBO белбеу үшін жекпе-жек алдындағы соңғы аралық кездесуім. Жекпе-жек 11 желтоқсанда оңтүстік астанамызда ең үлкен арена Алматы аренада өтеді. Сондай-ақ бүгін Movida медиа парақшасында жұлдызды қазақстандық карт жарияланды, жіберіп алмаңыздар. Алла тағаланың қалауымен 25 жекпе-жектің бірінде бір жеңіліссіз өтіп, туған елімнің туын жинайы мақтанышпен желбіретіп келемін. Осы жекпе-жек арқылы сіздерді келе жатқан тәуелсіздік күнімен, біздің жаңа Қазақстан мерекесімен құттықтауға уәде беремін, достар. Әрқашан маған көрсететін баға жетпес қолдауларыңыз үшін рахмет. Сіздердің Жанқош Тураров деп жазыпты боксшы Instagram парақшасында. Садриддин Ахметовтың келесі кездесуін қашан өтетіні нақты белгіленді. Offset Tigers Management промоутерлік компаниясының басшысы Камил Стефен бірінші орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы Садриддин Ахметовтың келесі кездесуін қашан өтетінін айтты деп жазады. Промоутердің твиттер таратқан ақпараты бойынша Ахметов келесі кездесуін 17 желтоқсан күні Қазақстанда өткізеді. Бірақ отандасымыздың қарсыласы кім болатыны белгісіз. Айта кетейік, осыған дейін Садриддин шаршы алаңға 11 желтоқсан күні Алматы қаласында шығады деген ақпарат болған еді. Еске салайық, Садриддин соңғы марте шаршы алаңға 2021 жылдың 29 қаңтарында шығып, төрешілердің шешімі бойынша нидерландиялық Стивен Даноны жеңді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.